Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Лев Николаевич Толстой атындағы Қостанай облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы қазақтың біртуар данышпан ақыны, ойшылы, дана ғұламаларының бірі, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ірі тұлғасы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған Абай дана, Абай дара қазақта атты кітап көрмесінің бейнешолуын ұсынады. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге болама ойландаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған деп, төрелігін өзі шешкен Абай бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге 175 жыл бойы өмір сүріп келеді. Мәңгі өмір сүре бермек. Кітап көрмесі 4 бөлімнен тұрады. Онда Лев Толстой атындағы облыстық кітапхананың 100-ден астам басылымы қойылған. Көрме өз формасы бойынша тұрақты және тақырыптық болып табылып, кітапхананың бірқатар мәдени, ағартушылық іс-шараларын ашады. Абай біздің рухани әкеміз. Александр Твардовскийдің коммунизмге Пушкинсіз бару қиын деген сияқты бізге абайсыз тіршілік ету қиын. Ақын өмірін, ғылыми ғұмырнамасын Мұхтар Әуезов жазды. Ақынның өмірі мен өнер жолын одан асып талдау да, толғау да қиын. Демек, Абай туралы Әуезовке жүгінбей сөйлеу мүмкін емес. Көрменің бірінші бөлімі Абайдың өмірі әлемге өнеге деп аталады. Бұл бөлімде Әуезовтің Абай жолын ерекше атап өтуге болады. Романның бас кейіпкері Абай. Біз ақын өмірінің 50 жылына айғақ боламыз. Абайдың адам, азамат, ақын ретінде қалыптасуы сол жарты ғасыр ішіндегі қазақ қоғамының барлық саласындағы өмірдің барлық ойы қыры, қия қалтарысымен өріле суреттеледі. Келесі ерекше назар аударатын президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақ әдебиеті газетінде Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласында өркениетті елдер қазақтың болмыс бітімін, мәдениеті мен әдебиетін, рухани өресін әлемдік деңгейдегі біртуар перзенттерінің дәрежесімен, танымалдылығымен бағалайтынын ұмытпайық. Сондықтан Абайды жаңа Қазақстанның бренді ретінде әлем жұртшылығына кеңінен таныстыру қажет. Жалпы өмірдің қай саласында да Абайдың ақылын алсақ, айтқанын істесек, ел ретінде еңселенеміз, мемлекет ретінде мұратқа жетеміз деп айтқан болатын. Көрмеде Абай өмірі туралы кітаптар мен басылымдар ұсынылып отыр. Во втором разделе выставки «Ұлы хакімнің асыл мұрасы» вы можете узнать о творчестве великого Абая. Его творчество оригинально и самобытно. Он глубоко национальный поэт и философ. Мы видим в нем художника, правдиво и ярко рисующего быт и нравы своего времени. Поэзия Абая проникнута духом критики современного ему общества. Он показал себя смелым новатором, отражающим в творчестве народные интересы. Поэзия Абая лишена созерцательности, восточной умиротворенности. Она полна жизни, исполнена постоянной тревогой за судьбу народа. Бүгін ғұлама 175 жасқа толып отыр, ал оның дүниеден озғанына 116 жыл. Десе де Абайдың өзі өлгенімен сөзі өлген жоқ. Өлді деуге сыяма айтындаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған дегенді айтқанда өзі еді. Айтқанда да тауып айтты. Абай артына өлмей тұғын сөз, өнеге, өсиет қалдырған. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, ғасырдан ғасырға асып, туған халқымен бірге жасаса беретін кемеңгер. Көрменің 3-ші бөлімі аңыз адам, ақиқат тұлға деп аталады. Бұл бөлімде Тұрағұл Құнанбаевтың Әкем Абай туралы, Мұратбек Бөжеевтің Абайдың ақындық айналасы, Дүкенбай Досжанның Абай айнасы, тағы басқа кітаптар мен басылымдар ұсынылып отыр. Тұрағұл Абайұлы өзінің естелігінде мен әкемді танығанда әкемнің жүзі ашық, ажары сыртында, көзі өткір, ашуы да, қуануы да жылдам, ширақ жан еді деп еске алады. Ал Дүкенбай Досжан Абай өмірінің ақтаңдақ тұстарын соңғы кезде табылған Тұрағұл, Кәкітай, Ахат деректерімен өрнектеп жазады. В 4-м разделе выставки «Қазақтың Абайы, халықтың Абайы, әлемнің Абайы» вы можете познакомиться с произведениями Абая на русском, английском, немецком и других языках мира.
Произведения Абая переведены на многие языки. Его творчество находит широкий отклик зарубежных писателей, поэтов и литературных критиков. Статьи и исследования публикуются в разных странах – в Корее, Китае, Индии, Иране, странах Европы и Америки. Сегодня наследие казахского поэта и философа – неотъемлемая часть сокровищницы мировой культуры. Большой друг казахских писателей и поэтов Леонард Кошут, Германия, перу которого принадлежат впервые осуществленные переводы 20 стихотворений Абая на немецкий язык, пишет о поразившей его библейско-творческой силе слов Абая, которые являются самобытными, незаменимыми, полными глубокого значения и смысла. Абай – духовный отец не только казахов, но и всех тюркских народов. В этом разделе представлены книги Заки Ахметова «Абай и Лермонтов», Геральда Бельгера «Гёте и Абай», Николая Анастасьева «Абай». Книга Заки Ахметова посвящена исследованию поэтических переводов великого Абая и произведений выдающегося русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Все они преклонялись перед творчеством великого Абая. Кітап көрмесі жыл бойы кітапхана қорына келіп түскен жаңа кітаптармен және мерзімді басылымдармен толықтырылып, жаңартылып отырады. Көрмеміз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы Абай ғылыми зерттеу институтында дайындалған Абайтану таңдамалы еңбектер атты көп томдық басылыммен толықтырылды. Көп томдық басылымдарда ақын жазушылардың Абай шығармашылығы туралы жазған еңбектері енді. Кітап абайтанушыларға, магистранттар мен докторанттарға, Абай мұрасын білмекті парыз тұтқан білім алушы жастарға және көпшілікке арналған. 2019 жылдың 30 мамырында Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын мерекелеу туралы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығы бекітіліп, осыған орай 500-ге жуық іс-шара өтіледі деп жоспарланған болатын. Соның бірі бүгінгі күні әлеуметтік желілерде сәтті іске асырылған Абай 175 челленджі жаһандық форматта біздің кітапханамызда жалғасын табуда. Мен Нағашыбек Оразбайұлы Мұхатов, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақын. Қостанай Абайды оқиды жобасы бойынша ұлы тұлғаның 16-шы сөзін сіздерге оқып беруді жөн санап отырмын. Қазақ құлшылығын Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды біз де қылып, жығылып тұрып жүрсек болған дейді. Саудагер несиесін жия келгенде тапқаным осы. Біттім де, алсаң ал, әйтпесе саған бола, жерден мал қазанба бейтұғынып болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп, әлек болмайды. Білгенім осы. Енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадым демесе болады дағы, тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? Ұлы Абайдың 37-ші сөзі бірыңғай насихат, ғақлия, қанат сөздерге құралған. Ол үшін міне мысал келтіре кетуге де болады. Абайдың бұл әрбір сөзінің әрине қазіргі оқырманға айтатын мағынасы, беретін тағылымы өте мол. Мысал айтады, хикмет сөздер наданға айтқан кезде көңілдің уланғанында болады, өшкенінде болады дейді. Немесе әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырын дейді. Ер артық сұраса да азға риза болады, ал ел не сұрайды, оны артылтудың барлығы оған разы бола қоймайды дейді. Сонымен бірге адам баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, оның замандасының бәрі виноват дейді. Виноват деген осы арада Абайдың орысша қолданып отырған сөзінде бір дұрыс түсінуіміз керек. Өйткені Абай бұл арада сен адамның өзі кінәлі, кінәні өзгеден іздеме, өзінен ізде деген мағынаны бергісі келеді. Жамандықты кім көрмейді? Үмітін үзбек, қайратсыздық, дүниеде еш нәрсеге баян жоқ екені, жамандықты қайдан болады дейсің. Қары қалың, қатты қыстың артынан көгі мен жақсы жаз келмеуші ме дейді. Яғни
көк тұман алдында келер заман десе де, Абай келешектен үміт күтеді, келешекке сенім артады. Сонымен бірге көптеген жаңағы өлеңдері, Абайдың тек өлеңдері ғана емес, осы қара сөзінде, әсіресе 37 сөзінде келтірген қара сөздерінде көптеген жаңағы айтқан сөздері қанат сөздей, қазақтың мақал мәтелінде естіледі. Мысалы, дүние үлкен көл, заман соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер, баяғыдай көрінер, кезектесіп өлінер дейді. Немесе бақпен асқан патшадан, мимен асқан қара артық, сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан бала артық. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың дейді. Айта берсек көп, қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкіртсіз ғалым тұл дейді. Міне, Абайдың бұл сөздерінен біз бәрімізді ғибрат алсақ керек. Абай мұрасы қазақтың ең қасиетті қазынасы. Абай өзінің халқымен мәңгі бақи бірге жасайды. Ғасырлар бойы қалың елін қазағын жаңа биіктерге, асқар асуларға шақыра береді деп тұңғыш президентіміз айтқандай, барша қазақ баласы Абайды тануға, білуге, Абаймен мақтануға тиіс. Ұлы ақын өз халқын өркендеген, өскен, еркін халық ретінде көруді арман еткен. Сол Абай атамыз аңсаған арманына біз жетіп отырмыз. Өйткені бүгінгі ұрпақ көзі ашық, ғылымға, білімге, өнерге құмар. Абай атамыздың атаның баласы болма, адамның баласы бол деген өсиетін нық сақтайық. Назарларыңызға рахмет.